Сәлеметсіздер ме менің тұрақты көрермендерім? Сіздермен Ардақ Алибековна. Ең бірінші подписаться батырмасын басып, міндетті түрде менің каналыма жазылыңыз. Видеоны соңына дейін тыңдап, керемет мұғалімге жақсы ақпарат аласыздар. Және менің каналыма жазылғаннан кейін міндетті түрде өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Әр қазағым жақсы болсын деп лүпіл басып отырыңыздар. Жақсылық тілейік, жан-жағымызға жақсылық тілейік. Ал ендеше бастайық. Бүгін мен сіздерге осы мұғалімдік тәжірибемде сабақтарда пайдаланатын бір әдіс тәсілімен бөліспекшімін. Ол 3D деп аталады. 3D форматындағы көрнекілік. Мысал үшін, Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасын алатын болсақ, 7 қазынаға байланысты берем мылтық деп алып, D3 форматында, мысал үшін, мынандай Жансүгіровтің қандай шығармаларын білесің деп сұрақ қойып, міне мына оқушыға осындай қойып, арасына сұрағыңызды қойып, әрбір оқушыны тақтаға шақыруға болады. Сол секілді сұлу әйел деп алып, оған да мысал үшін бәйгеге қанша ат жарысқа түсті деген сұрақ қойсаңыз, бала өзінің ойын емін-еркін шығып айтады деген ойдамын. Сол секілді жәнегі 7 қазынаның бірі, мысал үшін, ат, ер жігіттің бір қанаты ат дейтін болсақ, ақан сері ермен тау етегіндегі кімнің асына келді деген сұрақ мінекейіңіз. Міне бұл да ең алғашында жабық тұрады. Оқушы шығып өзінің жауабын айтады. Сонымен бірге, мысал үшін, қыран бүркіттің суретін қойып, оғанда өз сұрағыңызды қоюға болады. Жылқы туралы қандай көркем шығармаларды білесіз дейді. Енді ол мысалы тақырыппен байланыстырып. Енді мен сіздерге осы 7 қазынаны айтып отырмын. Бірақ енді сіздер өздеріңіздің тақырыптарыңызға байланысты әр түрлі сұрақтарды қойып, оған неше түрлі сұрақтарды арасына жазып, оқушыларды емін-еркін пайдалануларыңызға болады. Енді қазір ақпараттық дамыған заман, бәрін мысал үшін слайдтан, видеодан көрсетіп, оқушыларды да оқытуымызға болады әрине. Дегенмен, бұндай көрнекіліктерді арасында пайдаланып, оқушының зейінін ары қарай дамытып, бұнда ерекшелігі сол, қай сыныпқа болсын пайдалана беруге болады. Орта буын, жоғарғы сынып, кішірек класстарға, сыныптарға да болсын, бұл енді менің өз басым бір таптырмайтын әдіс тәсілге жатқызамын. Сіздермен болған Ардақ Алибековна, менің келесі видеомда бұдан да күшті әдіс тәсілдермен сіздерді таныстырамын. Енді бұл тәсілдердің бәрін сіздер білерсіздер. Сонда да кейде біз мысалы сабағымызға бір кереметтей бір өзгеріс енгіміз келіп қалады. Бұның бәрі мысалы біздің сумкамызда өзіміздің жаңағы мектептегі тұратын шкафымыздың ішінде әрдайым дайын тұрса, кез келген сабақта мұғалім өзін еркін ұстайды, оқушылары да шығармашылыққа кереметтей белсенеді. Жалпы біз оқушының зейінін ашу, әдебиет сабағы, сөз өнері болғандықтан, әрбір оқушының зейінін ашып, оны өзіміздің пәнімізді сүюге, әрине әрбір мұғалім үлес қосса, оқушыға да жаман болмас еді. Сіздермен болған Ардақ Алибековна. Сау, саламатта болыңыздар.